Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі күні жұмысымызды бастайық. Кезекті шеберлік сынып, білесіздер, иә. Өз іс тәжірибелері мен зерттеушілер жалпылау мақсатында шеберлік сыныптар өткізіліп жатыр. Сондықтан бүгінгі біздің екінші шеберлік сыныбымыз информатика пәні бойынша 5-6 сыныптардағы БЖБ тапсырмаларын класс-тайм платформасы арқылы оқушылардың білімін бағалау деген тақырыпта әдістемелік құрал. Әріптестер, элективтік курс емес, авторлық бағдарлама емес, бұл әдістемелік құрал. Әдістемелік құралымен бүгінгі біздің авторларымыз Нұрмағамбетов Талғат Сәбитович және Мукашева Назира Капаровна Қарағанды қаласының номер 3 арнайы білім беретін мектебінің мұғалімі Талғат Сәбитович және Қарағанды қаласының номер 66 мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеушілер, бұл кісілер өздерінің әдістемелік құралымен таныстыратын болады. Талғат Сәбитович, Назира Капаровна, сіздерге сөз кезегі, демонстрация бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Өзі естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Жақсы естіліп тұр, көрініп тұр. Пока слайды на весь экран қойсаңыз, Талғат Сәбитович. Біздің ұсынып отырған әдістемелік құралымыздың тақырыбы информатика пәні бойынша 5-6 сыныптардың бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын класс-тайм платформасы арқылы оқушылардың білімін бағалау. Құрастырушылар номер 1 мектеп интернатының информатика пәні мұғалімі Нұрмағамбетов Талғат Сәбитович, санаты педагог зерттеуші және номер 66 мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі Мукашева Назира Капаровна, санаты педагог зерттеуші. Өзектілігі: цифрлық білім беруді дамып кеткен қазіргі заманда оқушылардың білімін тиімді, жедел және объективті бағалау ол маңызды талап. Класс-тайм платформасы арқылы бөлім бойынша жиынтық бағалау өткізу біріншіден мұғалімнің жұмысын автоматтандырады, екінші оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттырады, үшіншіден бағалау сапасын жақсартады, төртіншіден оқушылардың оқу процесін заманауи форматта ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс білім сапасын арттырудың, уақытылы және әділ бағалаудың заманауи шешімі. Мақсаттары мен міндеттері. Мақсатына тоқталып кететін болса, информатика пәні мұғалімдері оқушылардың білім сапасын бағалауға ықпал ететін әдістемелік ұсыныстар мен практикалық әдістерді ұсыну. Міндеттері: оқу бағдарламасын және бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмаларды дайындау, әр бөлім бойынша оқушылардың білім объективті бағалауға мүмкіндік беретін тапсырмалардың жиынтығын жасау, класс-тайм платформасының интерфейсімен танысу, қолдану жолдарын меңгеру, тапсырманы жүктеу, тест өткізу және оқушылардың нәтижесін автоматты бағалау функцияларын пайдалану, бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын класс-тайм платформасы арқылы өткізу әдісін дайындау, бағалау нәтижелерін жинақтау және талдау, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау, логикалық ойлау және ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеттігін жетілдіру. Класс-тайм арқылы бағалаудың дәстүрлі әдістермен салыстырғандағы артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. Біздің күтілетін нәтижеміз 5 және 6 сыныптарға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын класс-тайм платформасында бейімделіп әзірленеді. Мұғалімдердің цифрлық платформамен жұмыс істеу дағдылары жетілдіреді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен цифрлық сауаттылығы артады. Оқушылардың білімін бағалаудағы сапасы мен объективтілігі артылады. Класс-тайм платформасын қолдану арқылы уақытты үнемдеп, бағалау үрдісі автоматтандырылады.
жоба нәтижесі басқа пән мұғалімдерінің да цифрлық бағалау нәтижесін енгізуге үлес бола алады. Әдістемелік құралдың мазмұны бірнеше бөлімге бөлінген. Бірінші, бізде платформамен танысу, мазмұнын құру, тапсырмаларды әзірлеу, бағалау критериялары, оқушылардың нәтижелерін бағалау және анализ және кері байланыс. Енді сөз кезегін әріптесім Лукашева Назира Капаровнаға береміз. Қазір біз платформаның өзімен танысатын боламыз. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Экран беті сіздерге көрініп тұр ма екен? Иә, көрініп тұр. Саламатсыздар, көрініп тұр. Рахмет. Құрметті әріптестер, біздің жасаған 5-6 сыныптарға информатика пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалауды осы ClassTime платформасы арқылы әзірленді. ClassTime платформасына кіру үшін браузерге classtime.com деп жазамыз. Жүйеге кіру үшін мұғалімдер өздерінің Gmail аккаунттарын пайдалануға болады, немесе жаңадан құрып осы платформаға кіруге болады. Платформаға кіргеннен кейін, авторизация жасап кіргеннен кейін, осындай басқа бет бар. Енді осы басқа бетте танысу үшін моя библиотека, менің кітапханам, сессия, классы, осының ішінде менің библиотека бөліміне барамыз. Сосын новая группа вопросов деген жерге барып, сол оң жағында тұрған. Мына жерге өзіміздің сыныбымызды жазып аламыз. Мысалы, 5-ші сынып деп айтады. 5-ші сынып. Енді автоматты түрде жүйе 5-ші сыныптың құжатын ішіне кіреді да, мына жерде сұрақтар жобасына сілтеме береді. Новый вопрос, яғни жаңадан сұрақ. Бұл жерде айтып кеткендей, мұғалім өзі таңдап алады, тест құрастыра ма, сауалнама құрастырады ма. Енді мына жерде ClassTime қолдану арқылы мұғалімдер келесі мүмкіндіктерге болады. Бұнда әртүрлі сұрақтар жүйесі бар, мына жерге басатын болсақ. Тапсырмалардың автоматты түрде тексерілуі, нәтижені талдау, тікелей кері байланыс беру, оқушылардың процесін бағалау, мына жерде сұрақтардың түрлері бар. Сәйкестендіру, ұзақ мәтінді қою, реттілігін сәйкестендіру, сосын кейін дұрыс және бұрыс жауаптар, мәтінді белгілеу, қалып кеткен сұрақтарға жауап беру деген сияқты осындай түрлері бар. Осының ішінен біреуін таңдап аламыз. Мысалы, бір мені таңдау, дұрыс жауап таңдау, мына жерге сұрақты жазамыз. Бұл сұраққа комментарий жазып кетуге де болады. Сосын бұл сұрақтарға мына жерде добавить изображение дейтін, сурет қоюға болады, YouTube-тан видео қоюға болады, немесе аудио текст қоюға болады. Мұны осыларды қоямыз да, мына жерде міндетті түрде сұрақтың дұрыс жауабын белгілеп кетеміз. Және бөлім бойынша жиынтық бағалау болғаннан кейін бізде дескриптор болады, дескриптордың бағалау балы болады. Мына жерде біз осы сұраққа неше бал бересіздер, 2 бал ма, 3 бал, яғни осы балды осы жерде көрсетіп кетесіздер. Мына жерге жауаптарды жазу керек, я или жоқ. Енді сол кезде мына жерге тағы да варианттарды қосуға болады.
немесе деген, мысалы, создать вопрос деген батырманы басамыз. Міне біздегі бірінші сұрақ пайда болды. Дәл солай келесі сұрақтарды жалғастырып, сұрақтарды қойыстыра беруге болады. Добавить изображение, загрузить изображение, керекті мәтінді суретті нәтижеге кірістіруге болады, продолжить деп басуға болады. Енді құрастырмай қойық, мұны жалпы осылай. Енді менің библиотекамда мұны 5-ші сынып папкасы тұр. Ішінде жаңа сұрақтар мұны бар. 1-90, бұл жылы 1-90, 5 сұрақтан қойылған, максималды балы 13 бал. Әр сұраққа мысалы қойған суретті ақпарат процестермен сәйкестендір дейді. Суреттегі ақпаратты процестермен сәйкестендір, сурет көрсетілген, сосын бірінші сурет жинақтау ма, іздеу, жөнелту, сақтау, өңдеу процестер көрсетіліп тұр. 6 сурет бойынша оқушылар міндерге қайсы дұрыс екенін міндерде белгіленеді. Яғни белгіленіп тұр. 6 процеске 6 бал, яғни егер дұрыс жауап берсе, оқушылар осы 6 балмен белгіленеді. Мысалы, сөйлемді ашыңыз дейді. Бұл жерде 5-ші сыныптағы біздегі кодтау кестесі бойынша беріліп тұр тапсырма. Денсаулық, зорбайлық деп, мысалы, мына жерге жауабын жазып қойдық. Енді оқушылар осылай жазатын болса, автоматты түрде сұрақтардың жауаптары автоматты түрде тексеріледі. Яғни мұғалімнің жұмысы жеңілденеді. Сөздерді шифрлау. Мына жерде тағы да осындай сөздерді шифрлау код берілген, мектеп және сабақ деген сөздерді. Яғни оқушылар мектеп деген сөздерді осы кесте бойынша шифрлайды. Жауабы тоже көрсетіліп тұр. Енді бұл сұрақтарды мұғалім құрастырды, бөлім бойынша, жиынтық бағалау бойынша. Енді оқушыларға қалай береді? Оқушыларға берген кезде осы ашамыз моя библиотека, 5-ші сынып, 1-90 десек, начать новую сессию деген батырма бар мына жақта. Мына осыны басамыз. Класстайм платформасы сіздерге не береді? Сұрақтарды араластырып берейін ба, рефлексия жасалсын ба деген. Осыған галочка қоясыздар, нәтижеге белсендіру батырмасын басасыздар. Содан кейін принять дегенді басасыздар төменде. Қазір. Принять дегенді басасыздар. Мына жерде оқушыларға берген кезде, сессия БЖБ нөмір 1, 1-90, сосын коды тұр. Мына жерге басатын болсақ, сессияның QR коды шығады. Оқушылар QR код арқылы кіруге болады, немесе сессияның коды арқылы кіруге болады. Оқушылардың Gmail аккаунттары керек емес. Олар өздерінің телефондар арқылы, немесе компьютері арқылы classtime.com деп кіріп сессия кодын жаза салады, немесе QR код арқылы сканерлеп кіре алады. Міндетті түрде кіреді, сосын өздерінің аттарын жазады, БЖБ бөлім бойынша жиынтық бағалауға сессияға кіреді. Мұғалім осы арада оқушылар кіріп жатқанда, мұғалімдер мына жерден неше оқушы кірді, тіркелген оқушылардың санын көріп отырады. Сосын нәтижені талдау. Яғни енді көрек, оқушылар тапсырып болғаннан кейін, келесі сессияда сессиялар бар. Осы жерден біз мысалы 11 көре аламыз. Қай бала қаншалыққа жауап берді. Тексереміз. Балалардың жауаптары сары болып тұрады. Тексеру керек болса, біз оны автомат түрде тексереміз. Мысалы, Қазақстан цифрлар негізгі мақсаттарын тұжырымдаңыз деген кезде, мысалы, Қазақстанды цифрландыру негізгі мақсаты деп, мына оқушының жауабы, берген жауабы. Ученик Ерасыл Сержан бір ұпайға мысалы жауап берді. Мына жерден біз сұрақтың жауабын дұрыс па, қате ма, әлде комментарий жазуға болады деген осы 3 сұрақ тұрады. Яғни дұрыс болса, біз жасыл, правильно, дұрыс деген жауапты қоямыз. Егер
Оқушының жауабы қате болса, онда біз қате деген жауапты пайдаланамыз. Мына жерде неправильно деген шығады. Оқушыға бұл жауап барғаннан кейін әр оқушыны тексереміз, сонда біз тексергендегі қорытынды бізде жасыл түске айналды. Егер біз мына жерден қате деген жауапты таңдайтын болсақ, мысалы Кенесинкардың жауабы қате десек, онда мына жерде бізде Кенесинкарда қате деген жауап шығады. Дәл осылай оқушылардың жауаптарын тексеріп шығуға болады. Және кейбір сұрақтар автоматты түрде тексеріледі. Мысалға қарайтын болсақ, мына жерде оқушылардың жауаптары автоматты түрде тексерілген. Қызыл, жасыл, яғни жауап бергенде жүйе автоматты түрде тексеріледі. Оқушылардың жауаптары осылай болады. Мысалы, максималды балл 16 балл болса, Байбулдина Айдана 14 ұпайға жұмыс жасаған. Яғни олардың сұрақтары мына жерден көрініп тұр. Және правильный ответті басқан кезде мына жерде біздің өзіміздің дұрыс жауабымыз көрініп тұр. Оқушының жауабы мына қызыл түсте тұрса, қате болып тұрса, мына жерде бізде дұрыс жауап көрініп тұрады. Егер мына жерде болатын болса, правильный ответ оқушы дұрыс жауап берген, жасыл болып көрініп тұр. Енді мұғалімнің жауабын көретін болсақ, тоже мұғалімнің жауабы астында көрініп тұр. Яғни мұғалім мен оқушының жауабы сәйкес келеді. Мына осылай біздің платформа, Класстайм платформасында оқушылармен осы тек қана бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын алған емес, формативті бағалау жұмыстарын да алуға болады. Дәл солай 6-шы сыныптікі де бар. Ішінде бөлім бойынша жиынтық бағалау нөмір 1-ші 90, 2-ші 90, 3-ші 90, 4-ші 90. 4-ші 90-ға тоқталатын болсақ, бұнда 6 тапсырма бар. Максималды балы 12 ұпай. Әр сұрақтарда дескрипторы жазылған, яғни бірінші сұраққа 1 балл, екінші тапсырмаға 1 балл, үшінші тапсырмаға 4 балл. Ашып қарайтын болсақ, мысалы, құжат ішіндегі орынға гиперсілтеме орнату жолын көрсетіңіз. Мына жерде оқушы гиперсілтеменің мына жерге long text easy деп тұр, яғни толық жазбасын жазады. Егер бірінші, екінші оқушы жазғаннан кейін, бізге жауапты берген кезде біз сол арқылы тексере аламыз. Мына жерде классы деп жеке класстар ашуға да болады. Ол премиум класста, немесе Google Classroom-ға да жіберуге болады. Осы жасалған тапсырмаларды, яғни оқушылар қашықтықта оқуға кететін болған кезде, осы дайын тапсырмаларды орнатылған біз Classroom платформасында жібере аламыз. Мына жерде және де менің кітапхана бөлімінде 10-шы, 11-ші сыныптарға да арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары бар. Бұнымен біз қорытындылар айта кететін болсақ, яғни платформа бұл оқушылардың білімін бағалау және сабақ барысында белсенділігін арттыру үшін қолданылатын платформа. Мұғалімдер тесттер, сауалнамалар және жаттығулар жасай алады. Ал оқушылар тапсырмаларды орындап, өз нәтижелерін шынайы уақытта көрсете алады. Класстайм бұл оқу процесін тиімді ұйымдастыру үшін қолданылатын онлайн платформа. Бұл тест құрастырудың әртүрлі әдістерін ұсынады. Соның ішінде сауалнама, викторина және де басқа тапсырмалар қолдануға болады. Осы браузер арқылы кіріп, classtime.com мұғалімдерге деген батырманы басу арқылы мұғалімдер жүйеге кіреді. Ал оқушылар кірген кезде олар оқушыларға деген батырманы басып, сол жерге QR кодты немесе жаңағы біз көрсеткен сессияның
несін басады, QR кодын теру арқылы кіреді. Мына принять деп. Мына QR код арқылы, осы арқылы кіреді. Әрбір сессия, егер оқушы ВЖБ-да болмай қалып, қайта тапсыруға келген уақытта менің кітапхана бөліміне кіріп, сол сыныптың ашып QR кодын беруге де мұғалімнің жұмысын өте жеңілдетеді, оқушылардың жұмысын нәтижесін ертерек алуға болады. Егер мына жерде сұрақтар туындауы мүмкін, мені қате папканы мысалы өшіру керек болса, енгізілген. Мысалы қайда 5-ші сынып, міне бір сұрақ қойдық қой. Бұл тапсырманы енгізген кезде мына жаққа галочка белсендіру парақшасын қойып, удалить деген батырманы басуға болады. Удалить. Хотите удалить выбранный вопрос деп шығады. Подтвердить, я дейсіздер, жаңағы сұрақ автоматты түрде өшіріліп қалады. Енді бізде Қазақстан Республикасының нормативті құжатына сүйене отырып жасадық. Яғни бұл 2008 жылғы 18 наурыздағы 125-ші бұйрықты пайдаландық, және Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 2022 жылғы 16 қыркүйегіндегі нөмір 399 бұйрығын басшылыққа ала отырып, бұл тапсырмаларды құрдық. Бұйрық негізінде біз бағалау өлшем шарттары, жиынтық бағалау, қорытынды балды қалай қою керек деген БЖБ 90-да 3 реттен артық өткізілмейтінін ескере отырдық. Ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларды бағалау кезінде мұғалім сараланған немесе жеке тапсырмаларды қолдандық. Формативті және жиынтық бағалау тапсырмаларын академиялық адалдық принциптерін сақтай отырып, педагогтар дербес дайындай алады жеке тапсырмаларды. Және де осы жаңағы айтып кеттік қой, бұйрық 16 қыркүйектегі 399 бұйрықтың 55-ші қосымшасына сәйкес информатика оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасына негізінде әзірленді. Бұл информатика оқу пәнін оқыту мақсаты білім алушыларды заманауи ақпараттық технологиялар тиімді пайдалану үшін базалық білім, білік және дағдылармен қамтамасыз ету болып табылады. Енді осы әдістемелік құрал тек қана информатика пән мұғалімдеріне ғана емес, бұл басқа пән негіздерінің мұғалімдері де қолдануға мүмкіндік береді. Енді соңында анализ және кері байланыс дейміз ғой. Тапсырмаларды орындағаннан кейін мұғалім оқушыларға өз нәтижелері туралы кері байланыс беруі қажет. Класстайм платформасы оқушылардың нәтижелерін егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік береді. Жаңа сессия көні барғанда сессияға барған кездегі тапсырмалар. Берілген тапсырмалар. Бұл әдіс оқушыларға бағалаудың әділ және объективті тәсілін ұсынады, және мұғалімге әр оқушының білімін деңгейін тиімді бағалауға мүмкіндік береді. Яғни тест тапсырып біткеннен кейін оқушылар осы жұмыстармен қатемен жұмыс жоспарларын пайдаланады. Осыдан класстайм платформасын енгізгелі біз 2 мектеп арқасында апробация негізінде жаңағы басында және соңында нәтижелерді көрдік. Яғни осы класстайм
платформасын пайдалану арқылы оқушылардың білім деңгейі артты, яғни оқу сапасы бірнеше пайызға өсті, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артты, яғни біз қағаз жүзінде дәстүрлі түрде емес, осыны компьютерді пайдалана отырып, оқушылар осы QR-код арқылы кіріп, өздерінің білімдерін осы платформа арқылы тапсырмаларды орындай отырып, яғни осы платформа арқылы біз оқу сапасын бірнеше пайызға арттыра алдық. Яғни балалардың қызығушылығы пәнге артты деп айтсақ болады. Қорыта келе, Класстайм платформасын информатика сабағында қолдану білімді бағалаудың заманауи, тиімді әдістенің бірі екенін көрсетті. Бұл құрал мұғалімдерге бағалау жұмыстарын оңтайландырып қана қоймай, оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытуға әсер етті. Біз 5-ші Ә сыныбын апробациядан өткіздік. Осыған келетін болсақ, 3 жылда бізде информатика пәннен 80-де 52%-дан 92%-ға көтерілгенін көрдік. Оқушылардың белсенділігі артты, олар өз білімін деңгейлерін уақытында талдап, кері байланыс алу мүмкіндіктеріне ие болдық. Және де сауалнама негізінде оқушыларға бұл платформамен қолданылған өте ыңғайлы екенін байқатты. Рахмет, әріптестер. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Назарларыңызға рахмет. Кері байланыс болу үшін қандай сұрақтарыңыз болады? Сұрақтарыңызға жауап береміз. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Осы платформа бойынша сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, әріптестер. Ұсыныстарыңыз. Сәлеметсіздер ме? Бұл платформада сонда күнделікті сабақтағы үй тапсырмасында беруге болады, солай ма? Әрине болады, үй тапсырмасында беруге болады. Және жаңағы алдыңғы сабақпен байланысқан кезде үй тапсырмасын балалар орындап сізге жіберсе, ашып, сол жерде қатемен жұмыс жасап, кімнің жауабы дұрыс, кім жауабы қате деп, алдыңғы сабақпен байланыс орнатуға өте жақсы мүмкіндік береді. Жақсы, рахмет. Сабақ барысының кез келген кезеңінде де қолдансаңыздар болады, яғни тест түрінде, яғни қорытындылау кезінде сабақты оқушы сабақты осы бүгінгі сабақты қаншалықты деңгейде меңгергені бойынша, яғни қысқаша QR-кодты бересіз, оқушы компьютерда жасайды, сіз бірден оқушының жауабын жаңағы интербелсенді тақтада көрсетіп, оқушыларды бағалай аласыздар. Рахмет, әріптестер. Әріптестер, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, сау болыңыздар. Әрине, бұл әдістемелік құрал облыстық деңгейде бекітілгендіктен және жіберілетін болады. Өздеріңіз қолданып, кері байланыс берсеңіздер болады педагогтерге. Рахмет. Сәлеметсіздер, жақсы аға. Сау болыңыздар, әріптестер. Сау болыңыздар. Әріптестер, сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Рахмет.